Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Мен бүгін Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық театрының актрисасы Күнсұлу Тұрғынбекқызына арнап бас киім тігемін. Бірнеше жылдан бері театр сахнасынан кассалық спектакльдің бірі болған Қожа Насыр спектаклі 20 жылдан бері қарай сахнадан түспей келе жатыр. Жақында осы спектакльдің киімдерін жаңалап, әсіресе бас киімін жасатуға маған сеніп тапсырды. Міне Күнсұлудың бас киіміне біз созылатын атлас матаны алып жатырмыз, қолданып. Оны біз покосой дейді, солай крайт етеміз. Мынау ескі бас киімін, енді оны да жөндейміз. Мына бас киімнің ортасына осындай синтепон деген саламыз, 1 сантиметр қалыңдығы. Өйткені біздің бас киіміміз чалма болғандықтан, ол кішкене томпиып әдемі тұру керек. Сол үшін осындай синтепон саламыз. Қалыңдығы 1 сантиметр. Қозғалып кетпес үшін кейінірек қолмен бірінші тігіп аламыз. Өйткені қозғалып кетуі мүмкін, қолмен тікпесеңіздер. Одан кейін барып, мына шекелеріне саламыз. Чтоб мынау кейін жиырылып бір жағына кетіп қалмас үшін тігіп шығамыз. Қолмен бірінші көктеп аламыз. Тігілді. Арқасы алды, осылай болады. Болды. Міне, көп тұрғандай. Қазір бұлай биттігіміз. Мына жерде кружевной мата пайдаландық. Өйткені осы кружевной матасы киімінде бар. Тесманың орнына соны біз пайдаландық. Бұл жерде бисерлеп, стекляруспен оны машинкамен тіге алмаймыз, сондықтан бәрін қолмен тігіп шықтық. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді бізде бас киімімізді алды мен артын бір-біріне буу керек. Алыстан қарағанда бұл прямо жиналып тұрады, жиырылып. Сол өзі бір әдемілік береді. Бізде мынау енді нағыз шамалар 5-6 метрді басына орайды ғой, жұқа материалды. Бізде енді бәрі жоғы 1 метр матадан шығарып отырмыз. 1 метр емес, даже жарты метр болып тұр. Сол, міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, әшекейлерімізді тесма, жаңағы тасымыз, солардың бәрін бүйтіп қойып, сәндеп қойып, орнына. Енді аяқталуға кішкене ғана қалды. Сол ең ақырғы етаптары бұл. Қазір осыларды жабыстырып, тігетін тігіп болғаннан кейін барып, біз төбесін жасаймыз. Мына жеріне шандай не жасаймыз? Төбесіне. Сосын двойной қыламыз. 2 двойной. Мына бір жағын сырт тастаймыз. Арқасын жасадық, мына жағын сырт тіктік, мына жағын сырмадық. Енді осы лепесток, мына жапырағымызды келтіріп, тақиясын жасаймыз төбесінде. Төбесін. Төбесі осылай болып шыға келді. Енді осыны мынаған тігіп тастаймыз.
Міне біздің бас киіміміз дайын болып қалды. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Әркім осылай өздеріне керек бала шағасына жасап алуларына болады. Енді мына ескі қалпақты да қазір осындай қылып жасап көрсетемін. Мына екінші бас киім, матасы өте жұқа, марлевка, или не дейді, шифон, сондай гофрированный, солай деп аталады. Оны біз екі жерінен көктеп тігіп аламыз. Өйткені матасы өте жұқа болғандықтан оны біз 2-3 қабат қылдық. Матаны 2-3 қабат қабаттап ап, содан кейін барып ішіне синтепон салдық. Не көріп тұрғандай 32, 64 қылдық. Өйткені ол қазір жиырған кезде кішірейіп кетеді. Мына екі бүктелген түрінде күйінде 32 болып тұр. Енді осыны алдыңғы орамал сияқты тура сондай қылып жасадық. Алдын артын біріктіріп, жиырып, тігіп садық. Көріп тұрсыздар. Бұл да өте әдемі болып шықты. Нежный, сондай қызғылт, розовый дейді ғой сол. Бұның әшекейі, сол бұрынғы әшекейі өте жақсы сақталған екен. Соны пайдаланамыз. Астыңғы жағы кішкене ішіне қарай кіріп тұрады. Сондықтан біз астын, алдын қарауымыз керек. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, әшекейімізді әдемілеп келтіріп жатырмыз. Міне біздің бас киіміміз аяқталды. Мынау міне алдыңғысы. Бұның үстінен аузының астынан бүйтіп келетін жауып тұратыны фатасы. Екеуіне біреу жасадық. Барлығы күршекпен керек кезде алынады, керек кезде салынады, сондай. Өздеріңіз көріп тұрғандай әдемі болып шыға келді. Міне құрметті көрермендер, менің екі бас киімді дайын болды. Өздеріңізге ұнап жатса, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып, менің каналыма жазылып отырыңыздар. Ал енді көріскенше күн жақсы болсын, аман есен болайық.